Әлемдегі ең бай адам Илон Маск бәрімізге, яғни сіз бен бізге чип салама. Жақында қазақстандық интернет ресурстарда мынадай ақпарат тарады. Көріп алсақ. 2023 жылдан бастап адамдардың миына чип салынады. Сол арқылы компьютер мен смартфонды оймен басқаруға болады. Илон Маск осылай деді. Елестетіңіз. FIFA немесе UFC ойынын ойнау үшін джойстик емес, миыңызға чип керек болса. Қызық болушы еді, жарайды, негізгі тақырыпқа көшсек. Расымен Маск адамдарды чиптей ме, ақпарат қаншалықты рас, бірге тексерейік. Илон Маск өзінің компаниясының ашық презентациясында адамдардың миына чип салып сынақ жүргізу жайлы айтқан. Бірақ бұл жерде ескеретін бір жайт бар. Құрметті көрермен, ақпарат осы жерде манипуляцияланған. Маск клиникалық сынақ жасамас бұрын ақштың азық-түлік және дәрі-дәрмек басқармасының рұқсаты керек екенін айтқан. Масктың компаниясы тиісті құжаттарды басқармаға өткізген. Енді тек мақұлдауын күтіп отыр. Егер бәрі дұрыс болса, 6 айдан кейін сынақтан өткізу басталады. This is Elon Musk. Енді мұнаны түсіндіріп алайықшы. Жалпы бұл қандай компания? Илон Маск бір топ инженерлермен 2016 жылы Neuralink компаниясын құрған. Компанияның басты мақсаты қозғалуында қиындық бар. Науқас пен көру қабілеті нашар адамға көмектесетін миға арналған чип әзірлеу. Бізбен бірге болыңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, Масктың бұл шешімі туралы өз ойыңызды пікірге қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше.